Братан, мынандай гелик міну үшін не істеу керек? Американың құрған осы сендер емес па? Are you working here? No. Don't forget me. I mean, as soon as he's done with the alignment he's about to do, then we'll get you in. Okay. Alright, you're gonna have to park your car and take your keys in there. Customers can't pull into this. Алдына барып тұрып алғам ғой, братан, кір, оңға сәл, бүйт деп айтам десем, сөйтсем, кіресің, кілтті бересің, өздері кіргізе деген ғой. Короче, тексеріп берді. Мына жерде менде біраз жасайтын нәрселер бар екен да, астында бір-екі нәрсе ше. Сол бір-екі нәрсені жасайсың деп, маған ойлашы қанша шығарып берді айтайын ба? Запчасть, анау-мынау баллон ауыстырғанымен, короче, граната сияқты мынандай ішінде тұрады ғой. Не десем, соны ауыстыру, сол бәрі общий $3304 шығарды ғой. Ужас па? Ойбай, бір екі запчастьқа сонда $1600 шығарып беріп тұр ғой маған. Кім, рахмет дедім ғой. Машинаны түсірші дедім ғой, қайттым деген. 3300-ге тағы бір машина сатып аламын ғой. 25 жыл болғанда ше, осы Американың құрған осы сендер емес па? Өзбектер емес па? О, бұрын индейстермен қырылған кезде сендер өзбектерде осының арасында болған сияқты. Тимур, Америка. Любой жерде өзбектер ғой. Америкада келін міне деген адамдар, е? Бізге оқшап көрсең, бой боласың да. Братан, мынандай гелик міну үшін не істеу керек? Шоп надо открывать. Шоп? Мынандай бір эсто ашыш керек та, я? Мықтысың ей, братан, қарашы. Бля, мықтысың ей, братан. Мынау, ходовку жөндейді, кеше гелик мініп алған ғонан қарасай. Енді получается, мына жерге келіп, өзбектерге общий 420-ға істеттім ғой. Ойлаш? Олардан еще мен бір баллон алдым. Балансировка жасады. Не дейді, андай геометрия жасады. Балансировка жасады. Бағана рулевой рейканы ауыстырды. Майын ауыстырды. Короче, соған $470 кетті ғой. Еще алдыңғы баллондарды артына лақтырды. Артындаған алға лақтырды. Сөйтіп бәрін істеп берді 470. Ал ар жақта менен қанша сұрады осыған. Еще майын ауыстырмағанда ол жақта просто запчасть анау-мынауға общий 3304 сұраған еді. Ойбай. Өзіміздің мынандай өзбек қазақтар болмаса, қазақтар жоқ қой енді. Мынандай эсто өзбектер болмаса жетер едік.